осының бәрін. Иә, шынымен де ондай мен де ойламадым ондай болады деп, бірақ ешкім ойлаған жоқ, бірақ мен ойладым. Негізі былай айта кетсем қалай болады, екеуміздің осы күнге дейін андай болғанда алдында ақпарат шықпай тұрып, қалай айтсам болады. Мен Азизан, шын ниетпен сөз салдым оған, танысайық, бүйтейік, бірақ кішкене Азизан тарапынан да мынандай болды да, қалай айтсам болады, кішкене жас мәселесі, Суықтық сезіндің бе? Суықтық дегенде, қалай айтсам болады, суықтық емес, ода жылулық бар, бірақ жаман деп айтпаймын. Андай барынша көңіл бөлем, үйіне де шығарып салам, гүлінде, міндетсімей оның бәрінше, бірақ қалай айтсам болады, бір үстіден қарап тұрған сияқты болады да. Сен әлі кішкентайсың деген сияқты ше, алдында даже өзіңіз естіген шығарсыздар, осында отқанда өзім тәрбиелеп аламын, бала ғой әлі деген сияқты ше. Маған как-то үстіден қаратты, и мен де как-то уже оны сезе бастадым. И оның бәрі жиналып қалды, одан кейін осы студияға келген сайын қатысушыларды мысыр. Көрдім ғой алдында аяулым мен махаббатқа қалай атылып атқаныңды қыздарға. Не деп атылдым мен? Не деп атылды? Аяулым мен махаббат. Камила ханым, мына жерде Азизаға айтқым келеді да, сен алдында осы жерде Сафин Даниярдың келетінін білдің, және де келгеннен кейін де өте қатты өзгеріп кеттің. Өз-өзіңді жөндеп, мен бүгін әдемі болып тұрмын ба деген сияқты. Содан кейін сен Данияр екеуін салыстырып бастадың. Сосын Даниярға сен қайта-қайта Данияр, Сафин Данияр деп осы жерде айта бердің да, и ол жігіттің намысына тиеді. Неге сен екеуін салыстыра бересің? Сен күнде өз-өзіңді жөндеп, жаңағындай мен сонда оның алдында да жөндемедім ба өзімді? Мен өзгердің. Айнель, олай өтірік айтпай қой, менің оның алдында да өзіме қарап жүрдім. Мен всегда күнде қарап жүрем. Күнде өзіме қарап жүрем. Камила ханым, осы жерде Сафин Даниярмен мына Даниярды мен салыстырған емеспін. Олай өтірік айтудың қажеті жоқ. Келгелі бері осы жерде Азизаның аузынан естіген сөз жоқ. Қашан тоқтайды екен менде? Таныстық тоқтаса екен. Таныстық қашан тоқтап осы жерде ортаға шығып, осы таныстықтан құтылсам екен деп айтатын Азиза. Ужас, мен қашан айттым ондайды? Қашан айттым? Ужас.